дәл осындай музейде сіз өз туысыңызды немесе танысыңызды көріп қалсаңыз не істер едіңіз? Осындай жағдайда кимесінді әйел өз баласын осындай күйде музейде көріп қалған. Сәлем достар, сіздермен бірге бұл мистер Жансыз. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Кристофер Эрик жайлы айтып беретін боламын. Сіздер видео соңына жетіп арнаға тіркеліп, видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер достар. Өтініш достар, 5000 подписчикке тез етіп тастайық. Сіздердің әр тіркелгендеріңіз мен үшін өте қатты маңызды. Ал ендеше кеттік. Кристофер Эрик 1989 жылы 27 қыркүйекте Техастың Мидлотон қаласына жақын орналасқан мескитте дүниеге келген болатын. Әкесі Стивен Эрик, ал анасы болса Кимберли Эрик. Кристофердің балалық шағы. Ол бала кезінен өте қатты белсенді болды. Жай ғана бір орында тұрып қалмай жаңа нәрселерді үйренгісі келді. Мектепте ол тек жақсы оқушы ғана емес, спорт жұлдызда болған еді. Футбол, баскетбол, тіпті жеңіл атлетикадан да үздік еді. Оның өмірге деген құлшынысы өте мықты еді. Бірақ өмірдің соңы жұмбақпен аяқталды. 2012 жыл ақш-тың Техас штатындағы 23 жастағы Кристофер аяқ асты көз жұмады. Ресми себеп улану немесе табиғи өлім. Анасы бұл жай ғана жабылған іс деп ойлайды. Ол қаза тапқаннан кейін бірнеше жылдар өтіп күтпеген жағдай орын алды. Кристофердің анасы Ким Лас-Вегастағы Real Bodies көрмесіне келеді. Бұл жерде денелер пластинация әдісімен сақталып оқу мақсатында көрсетіледі, яғни адамды зерттеу мақсатында. Жалпы бұндай жағдай ғылымда өте көп. Адам өмірден өткеннен кейін де ғылымға қызмет ете алады. Бұл денені ғылымға тапсыру деп аталады. Мұнда адам өзі тірі кезінде арнайы келісімшартқа қол қояды, немесе оның туыстары шешім қабылдайды. Денесі медициналық оқу орындарына, зертханаларға немесе көрмелерге жіберіледі. Мұндайда студенттер анатомияны үйрену үшін зерттейді, ал дәрігерлер болса жаңа операция тәсілдерін сынайды. Кейбірі біздің оқиғадағыдай пластинация технологиясымен өңделіп, музейлерге, көрмелерге жіберіледі. Пластинация дегеніміз дененің сұйықтықтарын арнайы шайырмен алмастыру. Осыған ұқсас тағы бір жағдай адамның денесін сұйықтықта сақтау әдісі. Мысалы, Владимир Ленин. Ол 1924 жылдан бері Мәскеудегі Қызыл алаңда мавзолейде сақталып келеді. Тұра тұршы, Ленин біздің сценарийде не істеп жүр? Қазаққа қасірет алып келгеннен бастап не істеді ол вообще? Тұршы. Не істеп жүр мынау? Кет мұсырға. Опа, дәл түсті мұсырға. Так, жалғастырамыз. Кристофердің оқиғасына қайта оралайық. Кристофердің анасы музейде бір экспонаттың қасына жақындай бастағанда демі тарыла бастайды. Бұл экспонат оған адамның тірі денесімен жасалған ұлы Кристоферді еске түсірген болатын. Оның отырысы, бет әлбеті, дене пішіні Кристоферге ұқсайтын еді. Анасы өз баласын жүрегімен сезгендей. Сол кезде Кристофердің анасы музейдегі жұмысшылардан бұл экспонат негізінде кім екенін сұраған. Тіпті бір-екі күннен кейін Кристофердің фотосуреттерін алып, бұл экспонатпен салыстырып көрген. Бірақ музей басшылығы бұл экспонат жайлы ешқандай да мәлімдеме бере алмайтыны, өмір баяны жайлы айта алмайтынын айтқан. Өз баласын таныған Кристофердің анасы экспонаттың өз баласы екенін дәлелдеу үшін қолынан келгеннің бәрін жасаған. Бірақ дәлелдеу өте қиын. Себебі мана айтып кеткеніміздей, пластинация денедегі барлық сұйықтықты алып, оның орнына пластикке ұқсаған сұйықтықты қатырып толтырып тастағаннан кейін Кристоферден ДНК сараптамасын алуға мүмкіндік жоқ. Бұл оқиға TikTokта немесе YouTube шортсында найзағайдай тарап жүр. Немесе денені ұрлап көрмеге қойды деген тақырыптағы бейнелер әлеуметтік желілерде миллиондаған қаралымдар жинауда. Қорытындылай кетсек, Кристофердің анасы бұл экспонаттың өзінің баласы екенін сезгенмен дәлелдей алмаған. Кристофердің анасы өз баласын шынымен де таныды ма, әлде бұл жай ғана кездейсоқтық па? Оны пікірге жазып кетіңіздер. Ал достар, осымен видеомыз бітті. Видеомыз арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетеміз, және өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Өз идеяларыңызбен бөлісіңіздер. Және де достар, мені 5000 оқырманға тез арада жетіп тастайық. Бәріңе сау саламатта болыңыздар.